Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді қытырлақ күнжет печеньесін дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысқа қантты, сары майды салып, май ерігенше араластырып аламыз. Содан соң үстіне бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай масса болғанда үстіне ұнды бөліп қосып осылай араластырамыз. Мен 3 бөлікке бөліп қостым. Масса жақсылап біріккен соң үстіне күнжет қосамыз. Толық рецептін описание бөліміне қалдырамын. Содан соң пергамент қағаздың үстіне осылай бір қасықтан қосып шығамыз. Үстіне күнжет сепсеңіздер болады, қалауларыңыз бойынша. Осы уақытта алдын ала пешті қыздырып қойыңыздар, 180 градуста 5-2 минут аралығында піседі.